Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Күйеуім намаз оқығалы тоқал туралы жиі айтатын болды. Жасырып қайтем. Соңғы кездері қоғамда жиі айтылатын тоқал тақырыбы әбден қажытты. Әсіресе бұл тақырып талқыға түскенде еркектер қауымының жаны кіретінін жиі байқаймын. Қонаққа барғанда болсын, әлеуметтік желіде болсын, ер адамдар осы тақырыпты қызу қолдай кетеді. Осылайша бір-бірінің қолтығына су бүркіп, жалпы қоғамның тоқал алуға деген оң көзқарасын қалыптастыруға тырысып жатқандай әсер етеді. Үйде де жиі ести бастаған соң ба, тоқал туралы тақырып көрсем жыным қозатын болып жүр. Тоқалсыз-ақ адам қызғарлықтай әркімнің өз бақытты өмірі бар ғой. Тоқал кірсе, өмірлері нұрланатындай, еркектер неге тоқал құмарақ? Тоқал айтатындай қартайып та тұрғанымыз жоқ. Мәселен, менің жасым қазір 28-де. 2 ұлымыз, 2 қызымыз бар. Мектепті бітіре сала университеттің 1-ші курсына оқуға түскен жылы тұрмысқа шықтым. Өзімнен 8 жас үлкен жігіт танысқан соң 2-3 айдан кейін тұрмысқа шығуға қолға салды. Әзір жүре тұрайық дегеніммен өзімнің жасы жеткенін айтып ізімнен қалмады. Әлі балалығы басылмаған жастығым ба? Әлде күні-түні ізімнен қалмай жүрген жігіттің әрекетінен аса алмадым ба? Тұрмысқа шығуға келісім бердім. Мама біреудің отымен кіріп, көрмең шығуға неге сонша асықтың деп қанша тұрмыс құруға кедергі жасауға тырысқанымен тыңдамадым. 19 жасымда тұңғыш ұлымды босандым. 1-ші курсты бітіргенмен келесі жылы академиялық демалыс алуға мәжбүр болдым. Артынша 2-ші ұлымды көтеріп қойғанымды білдім. Сонымен оқу жайында қалды. Жас болғандықтан балаларымды да жиі ауыртып ала берген соң, оқуымды жалғастыру жайлы да көп бас қатыра қоймадым. Жас кезімде босанып алайын деп үсті-үстіне көтеріп жүріп, 2 ұлдан соң 2 қызымды өмірге әкелдім. Оның үстіне жолдасымның азды-көпті өз кәсібі бар еді. Керек жараққа жұмсайтын ақшамды ай сайын беріп тұратын. Сондықтан ақшадан да таршылық көрмедім. Әлі де Құдайға шүкір, ішіп-жемнен, керек жарақтан таршылық көріп отырғаным жоқ. Есіктің алдында 4 пәтершіміз бар. Олардың ай сайынғы төлейтін пәтер ақысын да өзім ұстаймын. Киім-кешек алам. Бос уақытымда балаларымды қыдыртып, үлкендерін мектепке, кішілерін бақшаға тасимын дегендей өмір өтіп жатыр. Бала өскен сайын өздеріне тәм-тәтті қылықтары, өз әурешіліктері болады екен. Былайша айтқанда, жұрттың алдында да емес, соңында да емес, қоңыр-төбел тіршілігіміз жалғасып жатыр. Бірақ соңғы кездері күйеуімнің тоқал туралы жиі айтуы маған өмірге басқаша қарауға себеп бола бастағандай. Соңғы кездері жолдасым намаз оқи бастаған еді. Қалай намаз оқуды бастады, солай қасына намазхан жолдастарын жинап алды. Алғашында жолдасымның намаз оқи бастағанына қуанып едім. Иманы молайып, қыздарға көз салмайтын болды. Жаман әдеттерден аулақ болар деп едім. Бекер қуанған секілдімін. Күн өткен сайын жолдасымның тоқал жыры көбейіп барады. Жер бетінде әйел көп, еркек аздықтан күйеу жетпей кәрі қыз атанып қалып кеткен қыздардың тоқал ретінде алудың сауабы мол екені жайлы. Отырған кәрі қыздар амал жоқтықтан неше түрлі күнәға баратыны, зина жасайтыны жайлы әңгімелерден шаршадым. Талай рет солардың қамын сен ойламай-ақ қойшы, жаһанда кәрі қыздар проблемасын шешу саған қалып па деп те айтып көрдім. Ұрыста шығардым. Жасырып қайтем, тоқалдардың мәселесі үйдегі балалардың анасының көңіл күйінен, жарынан артық көрініп тұрғандай. Шынымды айтсам, 10 жыл бұрын осы үшін университетті тастап, осының жолында өзімді құрбан еткенім үшін өкініштен бармағымды тістеп жүрмін. Менің де өзіндік армандарым бар еді. Бірақ соның бәрін жолдасымды жақсы көргенім үшін, балаларым үшін құрбан еттім. Әрине, соның бәрін бүгінгі күні жолдасым бағалап отырса, еш ренжімес едім. Алайда бүгінгі күні менің сол әрекеттің бәрі бір тоқалдықта құны жоқ екенін ішім удай ашиды. Кешенде келіп ап, бір жерде бір қыз бар, жақсы. Жасы 27-де, тоқалдыққа келісіп отыр. Таныстырайын, бәрін келісіммен жасайық. Өзің қасымда бірге жүріп сырға салсаң дейді. Бұл не сұмдық, Құдай-ай. Мен бала туып бере алмасам дұрыс. 6 айда 2 ұлымыз бен 2 қызымыз өсіп келеді. Діни кітаптарды да ақтарып көрдім. Жұбайының денсаулығы жарамаған жағдайда, немесе бір перзентке зар болса тоқал алуына рұқсат деген. Ал мен әлі 30-ға да толғаным жоқ. Құдайға шүкір, денсаулығым жақсы. Балаларымыз да бар. Тіпті тағы босанудан да тартынбаймын.
сырт көзге кісі қызығарлықтай өз өміріміз де бар. Сонда бұған не керек? Қазақ байыса қатын алады деген осы екен. Исламды тоқал алу деп түсінетін жігіттеріміздің көбейгенінен алаймын. Бұрын намаз оқи бастағанына қуансам, қазір өкініп жүрмін. Намаз оқығалы тоқал алу туралы әңгімесі көбейген күйеуімнен суынып та кеттім. 10 жыл бойы қарнымның тоқтығына қуанып, балаларымның қылығына мәз болып жүре бергеніме ренжимін. Осы 10 жыл ішінде жолдасыма әбден сеніп, айтқанынан шықпай, тіпті оқуымды да жалғастырмай, не жұмыс істемей отыра бергенін тірлігіме күйініп жүрмін. Тоғаға қатысты соңғы ұрыста ашықтан ашық, тоқал алған күні 4 баламен ажырасатынымды айттым. Бірақ 4 баланы қайда асыраймын? Өзі мектеп бітіргелі жұмыс істеп көрген жоқпын, не мамандығым жоқ. Осының бәрін ойлап қорқақтаймын. Бірақ тоқал алуға да тағы көне алмаймын. Бұл анық. Сонда бір шаңырақты ортасына түсіріп, тоқал алудың несі сауап? Шынымды айтсам, қатты қажып кеттім. Тұрмысқа шыққанда қатты ренжіген анама мұны қалай айтам? 4 баламен 4 күнме де сыймаймын ғой. Еркекке сенгенше 2 босағанға сен деген осы екен. Табысына қалармын деп достарыма да айта алмаймын. Іштен тынып әсер жүрмін. Бір рет тіпті өз-өзіме қол салуға да тырысып көрдім. Жеме-жемге келгенде 4 баламды кімге сеніп қалдырам деп өз-өзімді тоқтаттым. Күйде түнімен ұйықтай алмай жылаймын. Қазір жолдасыма деген еш сезімім қалған жоқ. Балаларым үшін өмір сүріп жүрмін. Иманды, сауапты тоқал алу арқылы ғана өлшейтін жігіттердің күн санып көбейіп бара жатқаны қынжылтады. Айтыңыздаршы, не істеуім керек? Басым қатты. Тоқал тақырыбы төбеме жететін болды.